Сәлеметсіздер ме YouTube арнамның көрермендері, бүгін ерекше сұхбат болғалы тұр. Ораза айы, Рамазан айы келе жатқаны белгілі сіздерге. Және сол бағытта өзіміздің жергілікті ұстазымыз сол кісімен, яғни Айсәуле ханыммен сұхбаттасқалы отырмыз. Қазіргі Айсәуле ханым өзін таныстырып, жалпы комментарийге сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіз. Біз қазір еркін форматта Айсәуле ханым екеуміз сұхбаттасамыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті Мөлдір ханым және Мөлдір ханымның YouTube арнасы көрермендері. Менің есімім, аты жөнім Құтжанова Айсәуле. Осы Құлсары қаласында ұстаздық қызметте жүрміз. Жаңа Қаратон кентінің Нұрқас Сатыбалды атындағы мешітте ұстаз болғанмын. Жалпы Нұр Мүбәрак университетін, Египет Ислам мәдениеті университетін аяқтап келдім. Сұхбатыңызға шақырғаныңызға көптен көп рахмет, Аллах разы болсын. Осындай мүмкіндікті беріп, тез болсын, осы Рамазан айына деген дайындықты, Рамазан айы туралы ақпарат беруді, былайша айтқанда енді пайдалы істің жалауын желбіретуге шақырып отырсыз. Көптен көп рахмет. Рахмет, сізге де уақытыңызды бөліп, осындай көпке пайдалы ақпараттар бергелі отырсыз. Мен енді алғашқы сұрағым, Рамазан айына дайындық дейміз ғой, сол туралы айтсақ. Енді жалпы дайындық туралы айтпастан бұрын мен ойлаймын, Рамазан оразасы, енді былайша айтқанда Рамазан айы қасиетті ай екенін білеміз, Ол айды біз ауыз бекітумен, яғни ораза ұстаумен өткіземіз. Ораза қашан бізге парыз болды, қалай парыз болды, не себепті парыз болды деген сияқты сұрақтарға жауап алсақ деп ойлаймын. Себебі алғаш рет ораза ұстайын деп отырған адамдар бар да, мысалға арамызда. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам заманында, алғаш пайғамбарлық берілген замандарда ораза парыз болмаған екен. Ораза пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Медина қаласына хижрет еткенде, яғни қоныс аударған сәттерде, Аллах тағала Бақара сүресі, сиыр сүресі деп айтамыз ғой, сол сүрені түсіріп 183 аятында: ей иман келтіргендер, өздеріңе дейін ораза ұстағандармен қатар сендер де ораза ұстаңдар деген аятты түсірген екен. Сол арқылы осы аяттар бізге дәлелді. Манағыдай Рамазан айында, осы қасиетті айда біз ораза тұтумен, яғни ауыз бекітумен өткізуіміз керек екен. Осылай Рамазан айының уақыттары, күндері ауыз бекітумен өткізілуді парыз етіліп түсірген екен. Ол бір есеп бойынша 624 жылдарға келеді, сол жылдар бойынша. Енді жалпы Рамазанға дайындық деген нәрсені мен былай түсіндіргім келеді. Бізде қасиетті мұсылман күнтізбесі бойынша 3 ай бар. Олар Раджаб, Шағбан және Рамазан. Раджаб айы ол қасиетті 3 айдың ең алғашқысы. Ол айда Аллах тағала жалпы әртүрлі хадистер, аяттар арқылы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқан сөздері арқылы танимыз ғой, жалпы қандай әрекет жасауымыз керек, қайсысы хайырлы деген сияқты. Сондай бір хадистердің бірі, Раджаб айында кім ораза ұстайтын болса, жәннатта сондай бір сарайлар бар дейді. Именно сол Раджаб айында ұстаған оразалары, Раджаб айында ораза ұстаған жандарға сол жәннаттың сондай бір әдемі, зәулім сарайларында өмір сүру бұйырады екен. Сондықтан, Аллахтың бұл да бір нығметі, ойлаңыз, Раджаб айы, яғни Рамазанға дейінгі, Рамазан 3-ші ай болып есептелінсе, Шағбан, Раджаб. Осы 3 ай Рамазанға дейінгі 2 айда, яғни 2 айда біз дайындықпен өткізуіміз керек екен. Рамазанға ораза ұстап, ниет қойып Рамазанға. Ал 2-ші ай Шағбан айы, Шағбан айында ораза ұстаған жандар туралы мынадай ақпараттар жетеді. Яғни Шағбан айы Рамазан айынан кейінгі, Шағбан айында ұстаған ораза Рамазан айынан кейінгі ең хайырлы оразалардың бірі дейді. Рамазан айынан кейінгі оразалардың ең хайырлысы деп айтқан екен. Сондықтан осы 2 айды Рамазанға дейінгі аралықты, яғни үлкен дайындықпен, жалпы ең алғаш ниет қоямыз, мысалға Рамазанға. Рамазанда ораза ұстаймын деген жан осы 2 айдан бастау керек екен.
Және ұстаздарымыз айтады, Раджаб айында сіз анағыдай ешқандай бір егін егілмеген жерге егініңізді егесіз дейді Раджаб айында. Яғни алғаш ниет қойып, осылай оразаға дайындаласыз дейді, дайындығыңызды бастайсыз дейді. Сөйтіп, Шағбан айында сіз ол егінді суғарасыз, яғни суын құясыз, ол егіннің жайқалып өсуін күтесіз дейді. Сөйтіп, Рамазан айында сіз 2 ай осылай дайындықты жасап, Рамазан айында сол еккен егініңіздің аяғында нәтижесін көріп, өзіңіздің жемісіңізді аласыз дейді. Ойлаңызшы, қандай керемет сөз. Осы 2 айды бостан бос өткізбей, Раджаб айында бізде бекітілген сүннет оразалары бар ғой, дүйсенбі және бейсенбі күндері. Дүйсенбі күні ораза ұстап, бейсенбі күні тоже ораза ұстап, я болмаса жалпы хайырлысы қаза болған оразалар сол сол жылдың Рамазан айы біткеннен кейін бірден ұстап тастаған хайырлы. Ал мүмкіндік болмаса, сол Раджаб айында, я болмаса Шағбан айларында сол дүйсенбі және бейсенбі күндері, я басқа күндер ұстаған абзалырақ. Сөйтіп біз өзіміздің дайындығымызды бастаймыз екен. Ол тек қана ораза ұстау емес. Жалпы қай нәрсені, қай әрекетті жасағанда да білімсіз жасау, ол бір жаттығу, ол бір текке кеткен нәрсе болуы да мүмкін. Неге? Себебі білімсіз ол нәрсе. Ұстаздарымыз айтады, егер намазды ілімсіз оқитын болсаңыз, ол тек қана жаттығу болуы мүмкін дейді. Ал оразаны ілімсіз ұстанатын болсаңыз, ол тек қана ашығу дейді. Сонда ойлаңыз, ешқандай кітап оқымай, ешқандай бір Құран кәрімді ашпай, я болмаса қарапайым сира сабақтарын тыңдамай да, қазір мүмкіншілік көп, Аллаға шүкір, жан-жақта барлығы қамтылған, үйретіліп жатыр, айтылып жатыр. Сондай бір ілімді ізденбей, тек айтқандай әрекеттерді жасайтын болса, ол жаттығу, я болмаса ашығу болуы мүмкін да. Сондай нәрседен қауіптенуіміз керек. Сондай нәрседен біз өзімізді сақтауымыз керек та. Осы баста Рамазанға кірместен бұрын. Мен Рамазанда әрбір секундымды өте бір өзіме пайдалы етіп өткізуім керек та. Секундында, әрбір секундында менің аузым бос қалмау керек. Мен салауат айтуым керек, мен зікір айтуым керек, мен жақсы сөз сөйлеуім керек. Солай мен Рамазанда хайырлы өткіземін деген сияқты. Сондықтан әрине бірден бәрін бір әдемі, мінсіз қалыпта жасау қиын. Бірақ сол мінсіз қалыпқа жету үшін сізге Раджаб айы мен Шағбан айы дайындыққа берілді. Сол Раджаб және Шағбан айларында сіз егер жаман сөз сөйлеп қоятын болсаңыз, сол нәрсені үйреніп, кішкене қоюды үйреніп, азайтуды үйреніп, одан бір өзіңізге ұнамайтын қасиеттеріңіз болып жатырса, Раджаб айында бір айды 4 апта бар ғой. 4 жаман қасиет болуы мүмкін адамда. 4 апта сайын өзгеріңіз. Бүгініңіз ертеңіңізге ұқсамасын деген сияқты нәрсе. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтылған хадисі, мұсылманның бір күні бір күніне ұқсамасын деген сияқты. Сол хадиске сүйеніп, сіз өзіңіз алға қарай әрекет жасап, Рамазанға тұла бойыңызды да, жүрегіңізді де, миыңызды да барлығын 100%-ға дайындау керек екенбіз. Өте қандай тамаша. Өте керемет. Жалпы кейбір жастарды байқаймын да, ұялы телефонмен уақыттарын босқа өткізіп жатады, оразамын деп. Оларға не айтасыз? Енді осындай сәттерде пайдаланып. Дұрыс айтасыз. Басты қару уақытты тиімді пайдалану. Өзімнің алғаш ораза ұстаған кездерім сол 7-8 сыныпта сияқты. Өзде бізде баламыз, сондай бір алып баратқан түсінік жоқ, мысалы ораза ұстау деген сияқты. Бірақ десе де барынша енді тырысатынбыз. Басты нәрсе сол кездегі біз ауыз бекітіп жүрміз деген нәрсе. Жұрттан қалмайық. Осы кезде сыныптастарым ұстайтын, мені құрбым ұстайтын, құрбыма еріп мен де ұстадым. Сондай сәттер басымыздан өтті. Бала болдық, бірақ десе де қазіргі балалармен біздің кезіміздегі балалық шақ мүлдем басқаша шығар. Енді мен өзім де жаспын, бірақ десе де кәдімгідей біздің кезімізде де ондай бір қатты ақпарат бола қойған жоқ. Және біздің отбасымызда ораза ұстаған адамдар болған жоқ, мысалға. Үлкен кісілер болды көбісі. Сондай бір
үлгі алатын, қарай алатын, осындай ау дейтін нәрсе қазіргі сияқты ақпарат көздері мүлдем болған жоқ. Қиындау болды әрине, бірақ десе де сол уақыттар өтіп кетті, бос уақыт болды. Өзіңнің сол уақыттың сол кезеңге сай келгені о. Иә, дұрыс айтасыз. Аллах тағала өзі де таңдап қойды. Біз соңғы үммет болуымызды айтқандай, біз сол сәтте иман келтіруімізді, мысалға, әр адамның тағдыры жазылып қойған нәрсе, ол хақ. Десе де енді тағдыр жазылып қойды деп Аллах тағала бізге таңдау еркін берді ғой. Тағдырыңыз жазылса да сізде таңдау еркі бар. Сондықтан қазіргі жастарға, қазіргі енді өскелең ұрпаққа айтарым, Аллаға шүкір, қазір қарайтын болсақ, айналамыздың көбі орамалдағы және намаз оқитын иманды мұсылмандардың көп бөлігі жастар. Енді қарттарымызда, қарияларымызда келіп жатыр, енді түсініктері молайып жатыр, оған да Аллах тағала разы болсын ол кісілерге де. Енді уақытымызды қалай өткіземіз? Мысалға, қарапайым енді жас буын таңертең сабаққа бару керек, мысалға. Қазір бізде осы жылғы ораза осы наурыз айында басталады. Енді сабақтың уақыты барынша денсаулығына және манағыдай сабағына зиян келтірмеуіне бірінші айтылатын нәрсе. Ораза ұстау ол парыз. Бәріміз балиғат жасқа толғаннан бастап бізге парыз ораза ұстау. Еш нәрсені сылтау қыла алмаймыз парызға келгенде, бірақ десе де үлгеруіміз тиіс барынша. Сондықтан қалай үлгереміз біз? Уақытты тиімді жасау арқылы үлгереміз. Кешке сәресін, ауызашар уақытын ішкеннен кейін тарауых намазыңызды оқып алып, бірден ұйқыға жату. Жас буындар, бірден ұйқыға жату, телефон қарап, я болмаса сәресін күтіп жату деген өте үлкен қателік. Сәресін күтуге болады қалай? Сәресін күтуге болады Құран оқу арқылы. Сәресін күтуге болады зікір, тәсбих тарту арқылы, салауат айту арқылы. Телефон қарап, я болмаса кино қарап, манағыдай біреумен телефонмен сөйлесіп деген сияқты. Сәресіне дейінгі уақытты санап, олай күтіп отыруға болмайды. Я болмаса ұйқының ақысын беру керек. Уақытылы ұйықтау. Себебі таңертең сізде 8-де сабақ басталады, мысалға. Аузы бекітілген, өзі ұйқысы қанбаған, аузы бекітілген жан ашыққан, ол ашулы болуы мүмкін, мысалға. Ал Рамазан айында ең бір өзімізді сақтау керек нәрсе ашуланбау. Сабырлық. Сабырлық өте маңызды. Әрине түсінікті ол нәрсе. Ашыққан адам, ұйқысы қанбаған адам, ол ашуланып кетуі мүмкін. Титтей нәрсе болсын, оның шамына тиюі мүмкін. Сондықтан манағыдай әрекеттерді, ұйқысын қандырмай қалу, сәресіне тұру керек. Сәресі ол маңызды. Барынша ұйықтап қалсаңыз да енді оразаңызды жалғастырасыз, белгілі. Бірақ десе де сәресіне уақытылы тұрып және өзіңізге ауыр болып кетпейтін тағам түрлерін жеп, мысалға Рамазанға арналған менюларды қойсаңыз да болады деген сияқты. Енді жастар жағы өзіңізге ұнайтын тағамды жейсіз ғой, енді белгілі. Бірақ десе де сол сәресін уақытылы ішіп алып, ұйықтау, таң намазын уақытылы оқу және сабағыңызды қалдырмау. Бір нәрсені жасау арқылы бір нәрсені жоққа шығаруға болмайды. Мен ораза ұстап жүрмін, сабаққа бармаймын деген сияқты. Біз мұсылман, ол иманды, ол салихалы, ол тақуа болуымен қоймай, ол білімді болу керек. Ол қазіргі заман білімділердің заманы. Сіз манағыдай білім алу арқылы мектептен біз математика, химия, физиканы үйренеміз. Біздің мұсылмандардың ішінен математиктер, химиктер, физиктер шықса қандай керемет, мысалға. Сондықтан сондай нәрселер жоққа шығармауымыз керек. Мына жағымыздан дінімізді ұстап, мына жағымыздан дүниямызды ұстап, екеуінде тең ұстаған мұсылман болуымыз керек біз деген. Сондықтан жастарға айтарым, құр телефон қараумен өтіп кетпесін уақытыңыз. Телефон қарағанның өзінде де пайдалы нәрселерді қараңыз. Иманыңызды күшейтетін нәрселерді қараңыз. Сізге білім беретін нәрселерді қараңыз. Бірақ десе де кітап оқыған, аудиокнига тыңдаған, мысалға, Құран тыңдаған, әлде қайда хайырлы деп айтқым келеді. Өте рахмет, түсінікті жеткізе білдіңіз. Алла разы болсын. Енді ораза уақытында дұрыс тамақтануды айтасыз ба? Жалпы енді мен бірден айтайын, енді
не все идеальные. Барлығымыз да 100% мінсіз емеспіз. Кейде болады. Сол мінсіздік қалпына талпыну арасында манағыдай өзімізге зиян келтіретін нәрселер жасап қоятынымыз рас. Ол бірден бір нәрсе тағам түрлерін таңдау кезінде. Газды сусындар, мысалы, әртүрлі майлы тағамдар, сондай нәрселерді көп қолданып қоямыз мысалға. Рамазан уақытында бірден бір маңызды болған дүние ол біздің тамағымыздың дұрыс болуы. Қанша жерде жұмыс, сабақ болса да барынша ауызашар уақыты мен сәресі уақытына мән беруіміз керек. Себебі өте маңызды ол. Неге маңызды? Мысалға, айтқандай нәрсе ауызашар уақытын үздіксіз манағыдай күтеміз да, тағатсыздана күтеміз. Себебі ашыққан адам әрине тағам жегенді қалайды. Бір денеңе бір ауа барады ғой, былайша айтқанда, қан тамырдан қандарын кәдімгідей белсенді жүріп деген сияқты. Сол нәрсенің барлығы дұрыс қалыпта болу үшін біз дұрыс тағам түрлерін таңдай білуіміз керек та. Мысалға, ауызашар уақытында бізде шам уақытында ғой, намаз уақыты кіреді. Сол уақыттан бастап біз дұғамызды айтып аузымызды ашамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті бойынша және манағыдай ол кісінің айтқан, жасаған іс-әрекеттері бойынша біз аузымызды ашамыз. Мысалға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құрмамен ауыз ашқан, я болмаса құрма болмаса әртүрлі жеміс түрлерімен, немесе сумен ауыз ашқан. Бір хадисте ең алғаш жеміс түрлерін я болмаса құрмамен ашқан абзал деп айтар едім. Себебі кейде суды дұрыс ішу әдебінде білмей, біз бірден ауыз ашқаннан кейін суды ішіп жібереміз де, ол асқазанға өте ауыр болып кетеді. Енді қараңыз, бағанағыдай 2 немесе 3 дана құрмамен ауыз ашып, ауыз ашқаннан кейін бірнеше минуттардан кейін ғана суды ішкен абзал. Суды ішіп, шам уақыты кіріп тұр ғой. Шам уақытын кірген бойдан оқыған абзал. Намаз уақытын, яғни намазды кірген бойдан оқыған абзал. Себебі сіздің құрмаңыз, я болмаса жемісіңіздің өзі денеңізге тарап болуы тиіс. Намаздың өзінде де Аллаға шүкір біз жаттығу. Ол да жаттығу. Денемізге бір манағыдай физикалық жаттығу жасағандай нәрсе ол да. Сондықтан енді осы бір 8-10 сағаттық ашығудан кейін біз құрманы денемізге таратқаннан кейін, суымызды денемізге таратқаннан кейін барып біз тағамды аузымызға алғанымыз дұрысырақ. Енді қандай тағам түрлерін? Жалпы енді әркімде әрқалай, әр отбасыда әртүрлі дәстүр қалыптасқан. Бір отбасыларда мысалға бірінші тағам түрі, екінші тағам түрі ұсынылады. Және қасына манағыдай жеңіл-желпі көкөніс салаттары болуы мүмкін деген сияқты. Әркімде әрқалай айтқандай. Жалпы менің ұсынарым неге ауызашарға сорпа ішкен. Сорпа ішкен жақсырақ деп санаймын өзім. Себебі жеңіл тағам, өте жеңіл тағам. Әрине қарныңыз ашса, оны жеп алғаннан кейін тағы да қарныңыз ашатын болса, ол қалауыңыз өзіңізде. Жегеніңізде оған тыйым салынбайды. Себебі аузыңыз ашылғаннан кейін енді қандай тағам түрін жесеңіз де рұқсат. Бір десе де денсаулыққа мән беру керек. Жеңіл сорпа ішіп, одан кейін жанына манағыдай көкөніс салаты, я болмаса өзіңіздің сүйікті салатыңызды жасап жесеңіз болады. Енді сорпаның да майлылығы, сорпаның да мөлшері маңызды. Үлкен көлемде, ашыққан адам барынша енді көп тамақ ішкісі келеді ғой. Бірақ десе де құрма мен судың өзі де кейде жеткілікті болып қалады бір адамға. Мойындау керек, Рамазанда ішкен судың дәмі бөлек. Бір ерекше дәм бар кәдімгідей. Аллах тағала асыға күтесің. Ол нәрсе рас. Аллах тағала бір құдірет енгізіп қойған сол суға мысалға. Асығып уақытын күтіп, асығыңдар деп айтылған. Дұрыс айтасыз, асығыңдар деп. Уақыт санау. Бір кісілер ойлауы мүмкін, осы тұста сізге де қосып жіберейін. Бір кісілер ойлауы мүмкін, манағыдай асықпай, уақыт кірсе де кішкене 1-2 минуттан кейін ашса мүмкін сауабы көбірек, я болмаса тағысын тағы бір жақсылықтар болар деген сияқты. Ондай нәрсе жоқ. Кірген секундынан бастап асығуыңыз керек та сіз. Бітті, кірді. Азан айтылғанша сіз тағатсыздана я Аллам деп отыруыңыз керек та. Және сол ең айтып отырғандай нәрсе
дұғалары қабыл болатын уақыт екен, ауыз ашар уақыты, және сәре уақытында дұға ететін болсақ, сол бір керемет нәрсе екен сол кез. Сондықтан сондай әрекеттерді алға тартып, және дұрыс тамақтануды қолға алу керекпіз. Ол нәрсе айтқандай Раджаб пен Шағбаннан бастаңыз. Мысалға, меню қалыптастырыңыз. Ол әйел адам болғасын жерде, енді біз ғой қазан ошаққа жауап беретін. Сондықтан барлығы өз қолыңызда. Отбасыңыздың денсаулығы ол біріншіден. Екіншіден, әрине парыз нәрселер, өзіңізге зиян келтірмеу. Сондықтан барынша тырысу, отбасыңыздың сүйікті тағамдарын әрине алға тартасыз, бірақ десе де ауыр болып кетпеуі керек. Сәресіне дейінгі аралықта сіздің мысалға жұбайыңыз, сіз де тараух намазын оқисыздар. Тараух намазы ұзақ ракағаттардан тұрады мысалға. Сол ракағаттарды оқу үшінде сіздің қарныңыз толып кеткен, тамақты ішіп алған, сіз тойып, сіз намаз оқыған кезде ауырлайды. Сосын ұйқы келеді адамның тағамы, өте бір ауыр болып кетуі мүмкін. Сондықтан жеңіл тағам түрін ұсынған дұрыс. Және шай. Мысалға, тамақ ішіп болғаннан кейін бір адамдар қосып шай ішуі мүмкін. Тортпен, басқамен, тәттімен, мысалы. Енді әркімде әрқалай. Тыйым салынған нәрсе жоқ, тағы да айтайын ол нәрсені. Қандай керемет нәрсе деп мынаны айтар едім мен. Сіз ауызашар тағамын ұсындыңыз, тағамдарыңызды ішіп алдыңыз. Одан кейін кейбір уақыттарда құптан уақыты тығыз таяң болып қалуы мүмкін. Құптан кейін бірден тараух оқиды ғой біздің жамағат. Сондықтан ер адамыңыз кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан сіз бірінші ауызашар уақытында тағамыңызды ұсыныңыз. Одан кейін жолдасыңыз тараухтан келгеннен кейін асықпай тәттімен отырып шай ішіңіз. Сосын барып ұйқыға жатасыздар деген сияқты. Сондай нәрселерді, қарапайым нәрселерді алға тарту керек. Басынан ақ зерттеуіміз керек, осы Рамазанда қандай тағам түрлерін жеген дұрыс деген сияқты. Енді әр адамның денсаулығы, тағам түрлерін жеуі әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан бекітілген нәрселерді айта алмаймын олай. Мынаны жеңіз, мынаны жемеңіз деген сияқты. Ұсынылатын нәрсе жеңіл болғаны жақсы. Жалпы сәресіне де тап солай. Мен ол сәресіне бір жеп алған тамағым кешке дейін маған жетеді деп тойып жеп алып жатады бір кісілер. Ол да қателік. Осы Рамазан айы сіз тағамға тоятын емес, керісінше сол ішіңіздегі лас, енді бәрібірде әртүрлі тағам түрлері бірге қосылғаннан кейін іште бір әртүрлі бактерия нелер болуы мүмкін. Мысалы, ол тазару. Біз Рамазанда рухани тазарғанымен қоймай, денемізді де тазартамыз да. Ол Аллахтың берген нығметі. Біз рухани азық алып, денеміздің де ақысын береміз. Енді рухани азыққа қатысты қандай сол сүрелерді, дұғаларды оқыған дұрыс? Рамазан айын жалпы хатым етумен бастаған дұрыс. Неге олай айтамын? Мысалға, енді Аллаға шүкір, қазір көптеген шәкірттерді тәрбиелеп жатырмыз, Құран оқуға баулып жатырмыз. Ол кісілердің көбінің мақсаты сол Рамазан айын Құран оқумен өткізсем екен деген мақсаттары. Манағыдай Рамазанның алғашқы күнінен, әр айда әртүрлі күн болуы мүмкін. 28, 29, 30 күнге дейін созылуы мүмкін мысалға. Бізде Құранда 30 пара бар. Сол 30 параны бірінші парадан 30-шы параға дейінгі аралықты күндегісін күнде өзіне ыңғайлы етіп уақытын бөліп алады, бетін бөліп алады. Солай Құран кәрімді толығымен бір оқып шығу. Ол бір өте керемет нәрсе. Себебі осы Құран кәрім қасиетті Рамазан айында Қадір түнінде түсті. Ол да бекер емес. Яғни осы Құран кәрім Аллахтың кәләмі Рамазан айында түскесін себепті оның да сауабы мың еселенетіні рас. Сондықтан осы айды барынша Құранды көбірек оқумен өткізу керек. Енді бекітілген сүре айтқандай нәрсе жоқ. Бірақ хайырлысы енді Рамазан айында Фатиха сүресін, Фатиха сүресі Құранның жүрегі, Құранның ең бастаушы сүресі деп айтамыз, және шипа. Фатиха сүресінде өзінің аяттарының өзінің мағынасы өте керемет жалпы. Аллахтан тура жол сұрау, өзінің ізгі құлдарының жолдарына мені сал деген сияқты аяттар бар, мысалы ойлайтын болсақ. Сондықтан сол Фатиха сүресін және өзінің жаттаған сүрелері болуы мүмкін. Бірақ ең бір ерекшелік мән беретін нәрсе
манағыдай тәжуидтің болуы, дұрыс оқылуы Құранның. Сондықтан сол әрекетке көшу керек. Жалпы эффектні болуы, манағыдай Құранның дұрыс оқылуы, оның манағыдай дұға етеміз ғой енді Құран оқып алғаннан кейін. Ол нәрсе қатесіз болғаны сіздің дұғаңызға да әсер етеді. Сондықтан қазір бастан, мінекей Шағбан айында отырмыз ғой, Шағбан айында сіз Құранға түсуге амал етуіңіз керек. Түсініп отырсыз. Тек манағыдай намаздағы Фатиха, Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерімен шектеліп қалмау керек. Барынша, мысалға, бұрын Құран жаттаған жандар, Құран оқи алатын жандар болса, Құран жаттауға көшсін. Қандай керемет нәрсе. Бір сатыдан бір сатыға көшсін. Иә, әрине, өте маңызды нәрсе ол. Жалпы бүгінде сторисінде осы нәрсені айтып бастадым. Ерекше болу, мұсылманның ерекшеленуі. Ол нәрсе міндетті. Неге? Себебі жалпы адамның өмір салты да басқа адамның өмір салтына ұқсамауы тиіс. Ол айтамыз ғой, мұсылманның бір күніне ұқсамау деген нәрсе күнделікті бір ерекшелікті қосып отыру деген сөз күніңізге. Тап сол сияқты адам да өз бойына, өзінің сөйлеу мәнеріне, өзінің имани дәрежесін күнделікті өсіріп отыруға тырысу керек. Яғни сіздің жаныңыздағы адамыңыз, досты да таңда деп айтамыз ғой, жаныңыздағы адамыңыз Құран жаттап жатырса, сіз де оған жетуге тырысасыз. Белая зависть, тағы да басқа деп мынадай бөліп жатамыз ғой. Тап сол сияқты қызғанышыңыз орынды болсын. Ол кісіден озып кету, я болмаса ол кісіден жоғары болып кету емес, ол кісінің деңгейіне жетіп, сол кісі сияқты бола алу, сол кісі сияқты Құран оқи алу қандай керемет деген сияқты. Және мынадай нәрсені айтқым келеді, ерекше болу деген нәрсе, мысалға, Аллах тағала айтты ғой, егер сіз манағыдай Құран кәрімді жаттайтын болсаңыз, ата-анаңызға алтыннан тәж кигіземіз деді. Мысалға да, қараңыз, сіздің досыңыздың ата-анасына тәж кигізу жатырғанда сіз қалай бостан-бос қарап қаласыз деген нәрсе да. Иә, қандай керемет нәрсе. Сондай нәрселермен жарысу керек. Ақша, үй, дүниемен жарысқанша, менің ойым, Құран жаттаумен жарысайық. Құранды хатым етумен жарысайық. Жылына тек Рамазанда ғана хатым етпей, манағыдай ай сайын хатым етумен жарысайық деген сияқты нәрсе. Сондықтан айтылғандай нәрсе бекітілген сүре, я болмаса бір белгілі бір сөздер жоқ. Әрине ауызашар және сәресіндегі дұғаны жаттап алған абзал. Ол дұғаны да дұрыс айту үшін тәжвидті меңгерген абзалырақ, яғни арабшасын дұрыс оқи алу. Жақсы. Сондықтан егер идеальны, мінсіз қалыпты қаласаңыз, араб тілін үйреніңіз, араб әліппесін үйреніңіз. Сөйтіп Рамазанға сол Құран кәрімді Аллахтың бізге түсірген тілімен оқуды Аллах тағала баршамызға нәсіп етсін. Бұл өте бөлек сезім және ол баршамыздың міндетіміз. Ол Аллахтың хикметі араб тілінде түсудің өзі, мысалға. Сондықтан сол нәрсені қолға алу керек қай адамда. Қандай керемет. Енді менде сұрақ туындап отыр, мына неше жастан бастап ораза, балиғат дедік қой. Енді мысалы денсаулығыма байланысты деп айтып жатады ғой, сол туралы айтыңызшы. Өздеріне сылтау іздейтін жандар болады ғой әр уақытта. Бүйтіп шай ішпесем басым ауырып қалатын сияқты болады ғой. Шыдай аламын ба екен, басында ішкін ұстап көрейінші дейтіндер де болады. Әртүрлі ғой, енді адам әртүрлі болады. Көрейін, содан кейін может не істеп жатса, басым ауырып қоймай жатса, ұстамай қаларым деп өздеріне күшті нелер қойылады. Аллах тағала енді баршамызға хидаят берсін. Егер сондай бір ой келіп қалатын болса, мысалға, былайша айтқанда дұрыс емес ойлар, оның барлығы ешкім өзіне ешқандай жеңілдік жасай алмайды. Аллах жаса деді ма, біз жасауға міндеттіміз. Жалпы біз айтқандай нәрсе Аллах тағаланың парыз еткен, яғни жаса деген нәрсесін міндетті түрде жасауымыз керек. Ешқандай сылтау, ешқандай жеңілдікті жасауға Аллах тағала мүмкіншілік берген жоқ бізге. Аллах тағала мүмкіншілік берді, жеңілдік берді кімдерге? Яғни балиғат жасқа толған жандар ғана ораза ұстай алады. Балиғатқа толмаған жандар ораза ұстамауына рұқсат. Яғни балалар, қыздар өздерінің балиғат жастары бекітілген ислам діні бойынша. Сол жасқа келгеннен бастап оларға намаз да, ораза да, басқа да парыз түрлері парыз болып саналады.
тап сол сияқты осы ораза егер балиғат жасқа толмасаңыз және манағыдай төсек тартып жатқан болсаңыз, сал ауруымен ауыратын мысалға, және ақыл есі мүлдем төмен, сондай жандарға ғана жеңілдік берілген. Ал басқа жандар, жалпы айналамызда да бар ондай жандар, айтқаныңыздай манағыдай су ішпесем осылай былай болып қалады, дәрі ішетін уақытым бар деген сияқты. Дәрі ішетін уақытыңызды сіз сәресімен осы шамның арасына бекітіңіз. Себебі Аллах тағала сіздің денсаулығыңызға зиян келтіретін нәрселерді қаламайды әрине, бірақ десе де дәрігеріңізбен ақылдасып, мысалға бізге дәрігеріміз айтады ғой, осындай манағы дәріні осы уақытта ішіңіз деп өзінің пікірін айтады, советін айтады да, былайша айтқанда. Сондықтан сол нәрсені дәрігеріңізбен ақылдасып, сол дәріні именно шам мен сәресінің уақытын арасына қойсаңыз, мысалға, сол уақыттарда ішіп, ал ақшам мен манағыдай таң намазы аралығын ауыз ашатын ашық кезде ғана жасасаңыз, ол нәрсе өзіңізге қайырлы да. Себебі парыз нәрсені орындамай біз денсаулығымызға жақсылық жасап жатырық деген нәрсе ол бекер. Түсініп отырсыз ба? Және мына жерде бір ғалымдардың бір даналығын айтқым келіп отыр. Мұнафық адам дейді, мұнафық адам. Мұнафық дегеніміз 200 деген сөз. Мұнафық адам өзі нағыз мұнафық сезінеді қай кезде дейді. Яғни өзі нағыз 200 сезінеді, егер ол мен бүйтіп отырып, мен мұнафық емеспін ба, осы мұнафық болып кеткен жоқпын ба деп сұрақ қоймаса дейді, өзіне қоймаса, ол нағыз мұнафық болып саналады дейді. Сонда қараңыз, сіз мынадай Рамазан келіп қалды, отырсыз да ойланасыз, екі ойлы болып тұрсыз ғой, Рамазан ораза ұстасам бекен, ұстамасам бекен, мынадай дәрім қалып қояды, шайым қалып қояды, суым қалып қояды деген сияқты нәрселерім бар деп ойланып отырасыз. Сөйтіп ойланып отырасыз да, ана жақтан ой келеді. Субханалла, мен не ойлап кеттім? Аллах тағала өзі-ақ жеңілдігін береді ғой маған. Мен осындай нәрсені қалайша менің ойыма келді? Мен мұнафық болып кеткен жоқпын ба? Деген сияқты нәрсені ойлайтын болсаңыз, Аллаға шүкір, сіз мұнафық емес екенсіз. Ал егер сіз манағыдай нәрсе ойыңызға мүлдем келмесе, мен мұнафық емеспін, мен тура жолдамын, мен өзімнің білген, ниетім түзеу, ниетім түзеу. Ешкіні ала жібін Главное сол деген сияқты, мысалға. Сондықтан сол нәрсеге мән беру керек. Адам отырған кезде өзіне сұрақ қойғанда қандай сұрақтар келіп жатыр басына. Аллах тағала ол сұрақты, ол ойды бекерден бекер кетірмейді сізге. Отырып осылай ойланасыз. Егер сол ораза сізге қиын болады ау деген нәрсені ойлап қойып, қой ұстамай-ақ қояйын деген нәрсе келсе, ол күнделікті қайталанса ол сұрақ сізге, түптің түбінде ол сізді сол парызды жасамауға алып келеді. Сондықтан басынан ақ сіз өзіңізге ол сұрақты қойдырмауға тырысуыңыз керек. Маған қиын болып кетеді ау деген нәрседен аулақ болуыңыз керек. Себебі Рамазан айында Аллах тағала өзі-ақ бір жеңілдігін беріп қояды, бір тылсым күш бар олайда. Өзіңіз байқайсыз, Рамазан айы енді жыл 12 ай айналып келіп тұрады ғой әртүрлі айларға. Қазір мысалға енді қыстың уақытына келіп тұр, көктемнің басына келіп тұр да, ал кейбір уақыттар жаз айларына келіп жүрді мысалға. Жаз айлары бізде батыстарда қандай аптап ыстықтар болады, ал сол Рамазан айы кірген сәттен бастап, міне уже Рамазан айы кірді деген сәттен күн көлеңкеленіп, бір самал жел ұрып, жеңілдік болып, жаңбыр жауып, сондай бір жер көгеріп, сондай керемет бір аура болады да ол кезде. Сол аураны шынайы сезіну керек адам. Ол аураны тек қана мынадай басқалармен бірге бостан-бос ауызашарға барып, болмаса тағы бір әрекеттерді жасап, бірақ өзінің аузы бекітілмеген болса, мынадай қарапайым сылтауларды айтып қана солай өзіне парыз етілген нәрсені орындамайтын болса, ол шынайы мұсылмандардың қатарынан емес. Сондықтан барынша адам тырысу керек. Сол сұрақты қоймаудан бастау керек та, ең алғашқы. Егер сондай қарапайым нәрселер болып қалатын болса, емдеңіз. Ол ауру. Түсініп отырсыз. Ондай сұрақтарды қойып, басымызды толтыру, ол да бір ауру болып саналады. Оның емі ортаңыз, Рамазан туралы түсінігіңіз, біліміңіз, оразаның
қаншалықты маңызды екендігі, оның пайдалары мысалға, оны ұстамаса қандай зиян келтіріп жатырғандығы өзіне деген сияқты нәрселерді зерттеу керек, адам қарау керек. Білімсіздігінің зияны тиіп кететін. Иә, әрине. Сондықтан ортаны да таңдай білу керек. Ол нәрсе Рамазанда тіптен маңызды, ортаны таңдау деген нәрсе. Себебі еріксізден адам ғайбат айтып кетуі мүмкін. Себебі ортасы айтып жатыр. Еріксізден адам манадай жаман әрекеттер жасап қою мүмкін. Себебі ортасы жасап жатыр. Еріксізден адам ауызашарға барған кезде өзіне зиян келтіретін тағам түрлерін жеп қою мүмкін. Себебі ортасы сондай жеп жатыр мысалға. Бір кісілер бар, енді Рамазан ол күнәлардан тазару айы деп айтамыз. Оразасын ашып алғаннан кейін енді айтқандай нәрсе, барлық жаман әрекеттерін бірден қойып кету қиын. Бірақ ауызашары уақыты болып, аузын ашқаннан кейін бір кісілер мысалға бұрыннан шылым шегуі мүмкін, шылымын шегіп кетіп жатады мысалға. Я болмаса тағы бір өзіне зиян келтіретін, керек емес күнәға алып баратын әрекеттер болуы мүмкін. Сол әрекеттерін ауыз ашқаннан кейін жасаса, ол ештеңе етпес деп ойлауы мүмкін мысалға. Сондықтан ол нәрсенің барлығы маңызды. Мана сөз басында айтқандай, Раджаб пен Шағбан айы сізге бекерден бекер берілген жоқ. Жалпы жыл 11 ай сіз осы 12-ші айға, яғни Рамазанға дайындалатын болсаңыз да артық емес. Сондықтан жаман әрекеттеріңіз болса, ол өзіңізге түптің-түбінде зиян. Қарапайым нәрселерден бастап, ортаңызды да таңдаңыз. Осы Рамазан айына дайындалыңыз, ортаңызды таңдап. Осындай ортамен Рамазанға кірсем екен деп дайындалыңыз. Ал өзіңізге қайырсыз орта болатын болса, Рамазанға дейін арылыңыз ол ортадан. Мүлдем араласпай қалыңыз деп айтпаймыз, бірақ ол ортаға барудан өзіңізді шектеңіз. Селемі түзеу деп айтамыз ғой, сондай селемі түзеу адамдарға айналасыз, егер ол орта сізге қайырсыз болса. Бірақ абзалы әрине ол ортаны да өзгерте алуыңыз. Бір адамның күші жетуі мүмкін, егер ол адам білімді болса, ол адам сол ортаны тыңдата алатындай болса, мысалға сыйлы болатын болса, Аллах тағала сол кісіге жеңілдігі беріп қояды, сол ортаны өзгертуге. Ол ортада болуы да бекер емес ол кісінің. Енді намаз оқымайтын жандарға, олар да ораза ұстайды ғой. Оларға кеңестер айтып кетіңізші. Аллах тағала бұйыртсын деп тілеймін, ең бірінші сол бір парыздарды орындауға. Себебі бізде Аллах тағала 5 парызды бізге бұйырды, яғни міндетті түрде жасалуы керек. Бұл жерде бірақ бекітілген нәрсе жоқ. Айтқандай, сіз намаз оқымасаңыз оразада ұстамайсыз, я болмаса ораза манағыдай керісінше де жасау деген сияқты нәрсе. Яғни бір құлшылықты жасамайтын адам екіншісіне жасамау керек деген нәрсе жоқ. Яғни оразада құлшылық болып саналады, намазда бөлек құлшылық болып саналады. Аллаға шүкір, егер сіз ораза ұстап жүрген болсаңыз, Аллах тағала сізге иман берді деген сөз. Сол иманыңызға берік болып ұстанып алу керек та сол жерде. Рамазан айында ораза ұстаңыз, намаз оқымасаңыз да, бірақ барынша әрекет етіңіз намаз бастап кетуге. Бүгін оразаны бірінші күні ұстадыңыз ба, бүгін зерттеңіз. Бүгін таң намаздан бастап көріңіз. Қиын болып жатырса 5 уақытты оқу мысалға, бірақ хайырлысы 5 уақытты бірден оқу. Сондықтан бекітілген, қатып қалған қағида жоқ, сол нәрсені ескерейік. Бір кісілер айтқаныңыздай қателіктер жасау мүмкін, анадай қой оразаны қалай ұстаймын, намаз оқып жүрген жоқпын деген сияқты нәрселерді. Ондай нәрсе жоқ. Сіз оразадан бөлек сұраласыз, намаздан бөлек сұраласыз. Сондықтан Рамазан айына кірдіңіз ба, иншаллах намазыңыз бірге кірер, бірақ намазыңыз жоқ болатын болса, Аллахтан дұға етіңіз, тілеңіз, я Аллам, намазымды түгендейінші, сенің осы намаз оқыған құлдарыңның қатарына болайыншы деп тілеп, оразаңызды ұстап жүре беріңіз. Иншаллах ол нәрсеге де қол жеткізесіз. Әрине, орта бұл жерде де тағы нәрсе. Сіз ауызашарға барасыз, мысалға. Ауызашарға барған кезде бәрі ауыз ашып болған, топырлап барып намазға тұрып жатады. Жай намаздарын жайып намазға тұрып жатады. Сол сәтте сіз өзіңізді ыңғайсыз сезінуіңіз мүмкін. Сол ыңғайсыздық түптің түбінде бүгін, ертең, арғы күні ыңғайсыз сезініп, 4-ші күні сіз мүмкін ораза бастап кетерсіз, намаз бастап кетерсіз. Сондықтан сол нәрсені қолға алыңыз. Айтқандай досыңызды таңдаңыз, қай әрекетте болмасын. Айтамыз ғой, исламды ысырып қойсақ та, психологияны, табыс табуды, бизнесті алатын болсақ та, айтып жатады, сіз 3 миллионердің қасында жүрсеңіз,
төртіншісі сіз болатын болсаңыз, сіз міндетті түрде миллионер боласыз деп. Сондықтан сіз қасыңызда 3 адам намаз оқып, сіз төртіншісі намаз оқымайтын болып жүріп, бір ай өмір сүрсеңіз барлығыңыз, сіз төртіншісі намаз оқитын болып шығасыз, иншалла. Егер ол үш жан иманды болса, сізге жан ашырайтын жандар болса, әрине, ол нәрсе де маңызды. Рахмет, көп түсінікті етіп жеткіздіңіз тағы да. Енді мен ана ауызашар және ауыз бекіту дұғаларын айтып бересіз бе деп өтініш айтқым келіп тұр. Оны бөлек мүмкін аудио ретінде жазармыз. Аудио ретінде жазып берейік. Манағыдай шәкірттеріміз ыңғайлы, өздеріне қарай қояды. Иә, өздеріне қарай, манағыдай жазып алған кезде де аудионы тоқтата алатындай, мысалға. Енді бірден оқу, ол бірден оқыған тез болып кетуі мүмкін, мысалға. Сондықтан сондай совет айтамын. Егер и жазылуын тоже мен сізге жазып берейін. Манағыдай экранға шығарып қойсаңыз болады. Иә, өйткені менің көрермендерім басқа аудандан да, облыстан да қарауы мүмкін. Сондықтан егер ниет етіп отырған адамдар болса, оқып, пайдалы, әрине, пайдасына жарасын деген ойдамыз. Енді қалып қойған менде сұрақ жоқ сияқты, барлығын қамтыған сияқтымыз. Иә, рахмет. Көп сауалдар болып жатса, енді сауалдар болса, міндетті түрде кім ұстазымызға жеткіземін, міндетті түрде комментарийге жазыңыздар. Сосын міндетті түрде сізге байланысқа шығып Айсәуле сұрақты қоятын боламын. Көп рахмет, уақытыңызды бөліп, осындай керемет түсінікті жеткізе білгеніңізге. Алла разы болсын. Иә, әмин. Аллах тағала баршамыздан разы болсын. Сізге де рахмет. Осындай каналды жүргізіп, пайдалы жағынан осы жалпы мұсылман болудың да тағы бір сипаты, ол пайдалы болу. Ол тек қана өзі ғана білім ала бермей, басқа жандарға да өзінің пайдасын тигізе алу. Білімнің ақысы деген нәрсе болады. Сондықтан сол нәрсені біз мысалға ұстаз болу арқылы біліміміздің ақысын беріп жатырсақ, сол білімді таратуға сіздер көмектесіп жатырсыздар. Иншаллах, каналыңызға манағыдай көрермендеріңіз көбейе берсін. Аллах тағала тек осы көрермендеріңізді, ол да жауапкершілік, түсініп отырсыз ғой, ол да ақырет күні жауап берілетін нәрсе. Біз мысалға инстаграмда да подписчик саны деп айтамыз, ол саннан көрі сіздің сапалы нәрсеңіз маңыздырақ та, түсініп отырсыз ғой. Сондықтан осы каналдағы әрбір көрерменіңізге бір жақсы жағынан пайдалы бола алсақ, иншаллах, сіз де, біз де алдағы уақытта өзіңіз жұмыс жасайсыз. Сондықтан сізге де бір айтар кеңесім, жауапкершілік ол маңызды. Не айтып жатырмыз, не қойып жатырмыз, ол кісілер қалай пайдаланып жатыр, олардың игілігіне жарап жатыр ма деген нәрсені алға тартуымыз керек. Басты мақсат сол болу керек, иншаллах. Мен де ой қоса кетейін, жауапкершілікке қатысты сөз қозғап жатыр ғой. Осы 600-де, әзірге 700-де адам, 700-де жетіп қалдық. Жауапкершілік дегенде мен сол пайдалы болуға тырысып жатырмын қазіргі уақытта, барынша пайдалы болуға. Адам ниетіне байланысты келеді ғой аудиторияда. Олар бізге уақытын арнап кетіргеннен кейін, сондықтан пайдалы болсыншы дедім. Енді жан жаққа қандай нелер болып жатады, соған шығып жүрмін барынша. Енді орай келгенше ауданымыздың көлеміне байланысты осындай шаралар болып жатса, мен міндетті түрде түсіріп қалуға, естелікке қалдыруға тырысып жатырмын. Өте керемет нәрсе. Аллаға шүкір, енді сіздің YouTube каналыңызда біздің жасаған еңбектерімізде бар екеніне қуаныштымын. Сол 700 адамға да біздің де пайдамыз тисе, өте қатты қуаныштымын, әрине, ол нәрсе. Сіздерге де рахмет. Аллах разы болсын. Көрермендер, рахмет назарларыңызға. Сау болыңыздар. Жақсы. Ассаламу алейкум.